Әр зодиак белгісі өзіндік энергетикасы мен мінез-құлық ерекшеліктеріне ие. Осы ерекшеліктерді ескере отырып, спорт түрін таңдау арқылы ішкі әлеуетті ашып, барынша рахатқа бөлінуге болады. Тоқты 21 наурыз бен 19 сәуір аралығы. Идеал спорт түрі жекпе-жек өнері. Тоқтылар тума жауынгерлер, олар үшін бір орында отыру қиын. Оларға энергиясын сыртқа шығаруға және жеңіс үшін күресуге мүмкіндік беретін спорт керек. Жекпе-жек өнерлері, мысалы карате, таэквондо немесе бокс, тоқтыларға физикалық форманы сақтау және қызу мінездерін тәртіпке келтіру үшін таптырмас спорт түрі болып табылады. Бәсекелестік пен күрес олардың стихиясы. Торпақ 20 сәуір мен 20 мамыр аралығы. Идеал спорт түрі йога. Торпақтар жайлылықты, тұрақтылықты жақсы көреді және процестен ләззат алады. Йога бұл белгі үшін тамаша таңдау. Өйткені ол дене мен ақыл арасындағы тепе-теңдікті сақтауға көмектеседі. Медитативтік тәжірибелер мен жұмсақ созылулар торпақтарға ішкі тыныштықты табуға және денсаулықты артық күшсіз сақтауға мүмкіндік береді. Егіздер 21 мамыр мен 20 маусым. Идеал спорт түрі теннис. Егіздер қарым-қатынасшыл әрі қызығушылығы мол, олар әрдайым жаңа әсерлерге ұмтылады. Теннис бұл динамикалық және интеллектуалды спорт. Ол бұл белгіге дәл сәйкес келеді. Мұнда тек физикалық шеберлік қана емес, шешім қабылдаудың жылдамдығы да маңызды. Сондай-ақ егіздер серіктестермен және қарсыластармен өзара әрекеттесуді ұнатады. Бұл теннисті олар үшін әсіресе қызықты етеді. Шаян 21 маусым мен 22 шілде аралығы. Идеал спорт түрі жүзу. Шаяндар су белгілері, олар өзін суда өте үйлесімді сезінеді. Жүзу тек физикалық жаттығу ғана емес, сонымен қатар күйзелістен арылу, ойларды тазарту және демалу тәсілі болып табылады. Су шаяндарға ішкі тепе-теңдікті қалпына келтіруге және энергия алуға көмектеседі. Арыстан 23 шілде мен 22 тамыз аралығы. Идеал спорт түрі футбол. Арыстандар назар орталығында болуды ұнатады, ал футбол олардың көшбасшылық қасиеттерін көрсететін және команда жұлдызы болуға мүмкіндік беретін спорт. Оларға ең жақсы болу маңызды, ал командалық ойындар, әсіресе футбол сияқты танымал спорт түрлері арыстандардың таланттарын көрсетуге және күш пен төзімділікті дамытуға мүмкіндік береді. Бикеш 23 тамыз бен 22 қыркүйек аралығы. Идеал спорт түрі жеңіл атлетика. Бикештер перфекционистер, олар барлығында дәлдікке ұмтылады. Жеңіл атлетика тәртіпті, төзімділікті және дәл есептеулерді талап етеді. Бұл бикештің табиғатына сәйкес келеді. Сонымен қатар, ол жеке нәтижелерге назар аударып, көрсеткіштерді үнемі жақсартып отыруға мүмкіндік береді. Бұл бикеш үшін маңызды. Таразы 23 қыркүйек пен 22 қазан аралығы. Идеал спорт түрі би. Таразылар үйлесімділік пен сұлулыққа ұмтылады. Би бұл физикалық белсенділік пен эстетиканың тамаша үйлесімі. Би таразылардың шығармашылық табиғатын көрсетуге және физикалық форманы сақтауға мүмкіндік береді. Би кезінде таразылар ритм сезініп, музыкадан ләззат алып, әдемі формада қала алады. Сарышаян 23 қазан мен 21 қараша аралығы. Идеал спорт түрі құзға өрмелеу. Сарышаяндар өздерін сынап, әдеттегі шекарадан шығудан ұнатады. Құзға өрмелеу тек физикалық күш қана емес, сонымен қатар үлкен шоғырлану, шыдамдылық пен ішкі күшті талап ететін спорт түрі. Бұл сарышаянның терең және табанды табиғатына сәйкес келеді. Биікті бағындыру бұл сарышаяндар үшін тек физикалық сынақ қана емес, сонымен қатар ішкі қорқыныштарын жеңу тәсілі. Мерген 22 қараша мен 21 желтоқсан аралығы. Идеал спорт түрі велоспорт. Мергендер еркіндікті және саяхаттауды жақсы көреді. Велоспорт бұл тек физикалық белсенділік қана емес, сонымен қатар жаңа орындарды зерттеп, табиғаттан ләззат алып, желді сезінудің мүмкіндігі. Мергендер үшін бұл спорт пен олардың приключенияға деген сүйіспеншілігін және қозғалысты біріктірудің тамаша тәсілі. Тауешкі 22 желтоқсан мен 19 қаңтар аралығы. Идеал спорт түрі альпинизм. Тауешкілер амбициялы және мақсатшыл, олар әр қашан алдына биік мақсаттар қояды. Альпинизм тауешкілер сияқты шыдамдылықты, төзімділікті және кедергілерді жеңуге дайындықты талап етеді. Бұл спорт берілмей, алға жылжуға үйретеді. Бұл тауешкілердің мінезіне сай келеді. Су құйғыш 20 қаңтар мен 18 ақпан аралығы. Идеал спорт түрі парашют спорты.
Су құйғыштар ерекше әрекеттерді жақсы көреді және жаңашылдыққа ұмтылады. Парашют спорты осы белгіге дәл сәйкес келеді, өйткені ол сөзбен жеткізілмейтін әсерлер сыйлайды және әлемге құс биігінен қарауға мүмкіндік береді. Бұл жай ғана спорт емес, еркіндікті және өмірдің ерекше екенін сезінудің бір тәсілі. Балықтар 19 ақпан және 20 наурыз аралығы. Идеал спорт түрі серфинг. Балықтар суға жақын белгі, ал серфинг олар үшін өз стихиясымен байланысу мүмкіндігі. Бұл спорт балықтарға демалуға, күнделікті ойындардан арылуға және толқындар қозғалысынан ләззат алуға көмектеседі. Серфинг балықтарға табиғатпен және өз ішкі әлемімен үйлесімде болуға мүмкіндік береді. Әр зодиак белгісі өзіндік энергетикаға ие және сіз таңдаған спорт түрі тек физикалық формаңызды сақтаудың ғана емес, сонымен қатар әлеммен және өзіңізбен үйлесімділік табудың жолы болуы мүмкін. Бұдан басқа тағы да қызықты мәліметтер жайында білгіңіз келсе, біздің каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.